Қыздар, өте тез әрі оңай дайындалатын тортты іздеп жүрген болсаңыз, онда дәл осы рецепті сізге кеңес етер едім. Небәрі жарты сағаттың ішінде қолдағы бар заттан осындай өте әдемі әрі оңай жасалатын торт дайындауға болады. Бейнені соңына дейін қараңыз. Ол үшін ең алдымен ерітілген сары майға қантты қосып, барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Алдымен қант шашырамау үшін миксерді қоспай араластырып, кейін миксердің жай жылдамдығында шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Содан соң жұмыртқаның сары уызын салып, тағы да барлығын жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын алдын ала бөліп, бір-бірінен ажыратып аламыз. Кейін осы жұмыртқалы массаның үстіне сүтімізді қосып, тағы да барлығын миксерлейміз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, миксерді қоспай араластырып, кейін миксердің жай жылдамдығына қойып, тағы да шамамен 2-3 минуттай араластырып аламыз. Осылайша біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға салып, алдын ала орналастырып аламыз. Барлық қамырды бірге орналастыруға болады, немесе менікі сияқты осындай форманың көмегі арқылы пергамент қағазынан форма жасаймыз. Ол үшін форманы алып, ортасына пергамент қағазын орналастырып, шеттерін осылай қысқаннан кейін осындай оңай форма бізде дайын болады. Қаласаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болатын көлемдегі тарелканы алып, оның шеттерін карандашпен сызып та форма жасауға болады. Енді осы қамырымызды жасап алған формамызға шамамен 3-4 қасықтан бөліп әрқайсысына орналастырамыз. Барлығын бір формада орналастырып жасауға да болады. Ал маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен бәрін бірден екіге бөліп жұқалап шамамен 2-3 мм қалыңдықта жайып шықтым. Дайын болған қамырымызды форманың үстіне орналастырып, пешімізді 160-180 градус аралығында қатты етіп қыздырып аламыз, және осы формамызды шетке қарай алып қоямыз. Енді жұмыртқаның қалған ақ уызын алып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жылдамдығын көбейте отыра, әппақ көбік болғанша көпіртіп миксерлейміз, және осылай қантымызды бөліп қосамыз. Барлық қантты бірден қосуға болмайды, ондай болса қанттарыңыз еріп үлгермейді. Сол себептен осылай қанттарыңызды бөліп араластыру қажет. Достар, рецептке қажетті барлық заттар мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөлімінен еще батырмасын басу арқылы көре аласыздар. 2-3 минут араластырғаннан кейін ақ уызды масса ұлғаяды. Осы кезде кішкене ғана лимон қышқылын қосып, тағы да шамамен 1-2 минутта миксерлейміз. Кейін миксерді өшіріп, осы ақ уызды массамызға кукуруз крахмалын қосып, тағы да шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Егер сіздерде жүгері крахмалы болмаса, онда оны картоп крахмалымен алмастыруға болады. Бірақ дәмі өзгеруі мүмкін, сол себептен жүгері крахмалын қолданғандарыңыз жөн. Енді біздің ақ уызымыз дайын болды. Оны осылай ыдысымыздан төңкерген кезде ол өзінің формасын жақсы ұстап тұрған болса, біздің ақ уызымыз дайын болды дегенді білдіреді. Енді дайындап қойған қамырымызды алып, оның үстіне ақ уызымызды кондитерлік қапшыққа салып, осылай орналастырып шығамыз, немесе қасықтың көмегімен де қойып шықсаңыздар болады. Ескерту: ақ уыз жақсы шайқалу үшін сіздердің ыдыстарыңыз міндетті түрде құрғақ, ешқандай ылғалды болмау керек, және жаңағы айтылған ережелердің барлығын қолданатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде ақ уыздарыңыз жақсы шайқалады. Оған әдемілік беру үшін бейнеде көрсетілгендей қасықтың көмегімен ақ уыздың үстінен жүріп шығамыз, және осындай миндаль стружкаларын бетіне әдемілік үшін сеуіп шығамыз. Пешіңізге байланысты градусын өздеріңіз тағайындап, шамамен 160-180 градус аралығында қыздырылған пешімізде беті осылай қоңырланып, кішкене қатайғанша пісіріп аламыз. Енді оны суытып, кремін дайындауға кірісеміз. Сүзбелі ірімшікті алдымен осылай миксерменен миксерлеп алып, кейін осы миксерленген сүзбелі ірімшіктің үстіне салқын, міндетті түрде салқын болу керек, 33-35% болатын кілегейді құйып, оған қантты немесе қант ұнтағын қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін біздің креміміздің көлемі ұлғайып, өзінің формасын жақсы ұстайтын
осындай болып шығады. Кілегейді міндетті түрде салқын етіп қолдануымыз қажет, сол кезде ол жақсы шайқалады. Менің каналымда кілегеймен қалай дұрыс жұмыс жасау керектігі туралы бейне бар, осы жерге сілтемесін қалдырамын. Толық ақпаратты білу үшін осы сілтеме арқылы өтіп бейнені көрсеңіздер болады. Креміміз дайын болғаннан кейін қамырымыз суыды. Міне осындай өте әдемі, керемет болып шыққан қамырымыз. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы шайқап алған кремімізді бейнеде көрсетілгендей етіп орналастырып шығамыз. Қалауларыңызша қасықпен де жақсаңыздар болады. Біздің корждарымыздың асты бисквит, үсті меренга болып өте керемет болып шығады. Меренгамыздың беті құрғақ, қытырлақ болғанымен ортасы сондай нәзік болып шығады. Кремімізді орналастырып болғаннан кейін екінші коржды орналастырамыз. Осылайша біздің тортымыз жиналып дайын болды. Өте керемет, сондай дәмді, оңай әрі тез дайындалады. Түсіндіріп көрсету біраз уақытты алғанымен, шын мәнісінде өте оңай әрі тез дайындалатын торттардың бірі. Азғантай креммен санаулы минуттар ішінде осындай өте әдемі дәмді тортты дайындауға болады. Менің каналымда бұдан да басқа көптеген торттардың, тағамдардың, пирогтардың рецепттері бар. Оларды көру үшін және алдағы шығатын бейнелерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Және бейне сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Осы жерде айтылған ақпарат сіздерге барынша пайдалы болды деген ойдамын. Біздің тортымыз осындай нәзік, жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Өте керемет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.